Қарапайым кір сабынның 5 пайдасы. Бәріміз біле бермейтін тиімді тәсілдер. Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер. Сіздермен дертке шипа арнасы. Бүгінгі видео қарапайым кір сабынның 5 пайдасы болмақ. Тақырып қызық болса, видеоның соңына дейін көріп, арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін біз көпшілігіміздің үйінде бар, бірақ бағасын жете түсінбей жүрген бір зат туралы айтатын боламыз. Бұл қарапайым кір сабын. Иә, иісі сәл ерекше болғанымен, оның пайдасы көп. Бүгін біз сіздерге кір сабынның 5 пайдалы тұсын айтып беретін боламыз. Видеоның соңына дейін көріңіз. Соңында бонус кеңес бар. Бірінші пайдасы: терідегі безеулер мен майлы қабатты кетіреді. Кір сабынның құрамында табиғи майлар мен сілтілер бар. Бұл теріні терең тазалап, беттегі безеулерді құрғатады. Майлы жылтырды жояды. Әсіресе майлы терісі бар адамдар аптасына 1-2 рет қана қолданса жеткілікті. Бірақ әр қолданғаннан кейін теріні ылғалдандырғышпен сүрткен дұрыс. Екінші пайдасы: киімдегі дақты кетіреді. Қымбат химиялық тазартқыштар керек емес. Кір сабын майды, қанды немесе тер дақтарын оңай кетіреді. Мысалы, ақ көйлектегі жағаның немесе жеңнің ластанған жерін ысқылап 10 минутқа қойып жуып жіберсе жаңадай болады. Үшінші пайдасы: табиғи антисептик. Кір сабын микроб пен бактерияны өлтіруге көмектесетін табиғи құрал. Көп адамдар оны жараның орнын немесе терідегі тітіркенген жерді жууға пайдаланады. Мысалы, жәндік шаққанда немесе бөртпе шыққанда кір сабынмен жуса қызарғаны тез қайтады. Төртінші пайдасы: шашты тазалауға көмектеседі. Ертеде кір сабынмен шаш жуған. Неге дейсіз бе? Өйткені ол басты майдан, қайызғақтан тазартып, шашты қатайтады. Бірақ жиі емес, аптасына 1-2 рет қолданған дұрыс. Одан кейін шашқа бальзам немесе май жаққан жақсы. Бесінші пайдасы: терідегі жағымсыз иісті кетіреді. Аяқ немесе қолдың иісі мазаласа, кір сабынмен жуған өте тиімді. Ол терідегі бактерияларды өлтіріп, иістің алдын алады. Мысалы, спортпен шұғылданғаннан кейін немесе жазда күніне 1 рет қолдануға болады. Енді бонус кеңесіміз: кір сабынды үккіштен өткізіп, аз ғана суменен араластырып, табиғи жуғыш құрал ретінде қолдануға болады. Ыдыс жууға және еден жууға. Міне қарапайым ғана кір сабынның осындай пайдасы көп екен. Егер сізге бұл ақпарат пайдалы болса, лайк басып, арнаға жазылып қойыңыздар. Кір сабынды қандай мақсатта қолданатыныңызды пікірге жаза кетіңіз. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Ақпаратымыз пайдаларыңызға жарасын.